Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай аз уақытта тез дайындалатын шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Бұл шелпектер өте дәмді және тез дайын болады. Бізге керегі електен өткізілген ұн. Мен 1 жеті ғана шелпек пісіретін боламын. Сіздерге одан көп керек болатын болса, 2-ге көбейтіп жасай беріңіздер. Енді осыған жұмсақ сары майымызды салып, толықтай үгітіп шығатын боламыз майымызды. Мінекей барлық май мен ұнды араластырып алдым. Енді осының үстіне жылы сүт және жылы сүтке тұз салып, 1 шай қасықты толтырмай жақсылап араластырып аламыз, тұзымызды ерітіп. Сүтіміз жылы болуы керек. Енді осы сүтімізді ұнның үстіне құйып, аз-аздан құйып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менде ұнның сорты 1-ші сұрыпта ұн. Барлығын бірден құймаңыздар, сүтті осылай қолымызбен араластырып отырып, қамырды илеп отырамыз. Құрамында май болғандықтан қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығатын болады. Мінекей толықтай барлық сүтімді құйдым. Енді жақсылап илейтін боламыз. Құрамында май болғандықтан қамырымыз қолға жабыспай жұмсақ қамыр шығады. Және осы қамырымызды 10 минутқа тындырып қоюымыз керек, бетін жауып. Құрметті көрермен, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген батырманы басып, тіркеле кетіңіз. Менің каналымнан өте оңай, қарапайым, күнделікті жағдайда жасалынатын рецепттер таба алатын боласыздар. 10 минуттан кейін қамырымызды осылай бір тынғаннан кейін жақсылап тағы да бір илеп қоятын боламыз да, 5 минутқа қоя тұратын боламыз. Мінекей жақсылап тынған қамырымызды енді 7 бөлікке бөліп, жақсылап тағы да илеп, домалақтап қоятын боламыз. Бұл шелпегіміздің доп-домалақ болып жайылу үшін. Мінекей барлығын осылай домалақтап, бетін жауып, шетінен алып отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Бұл жерде қамырдың ерекшелігі, қамырды жұп-жұқа етіп жаюымыз керек. Мінекей жайған қамырларымды мен осылай орамалдың үстіне қойып, беттерін жауып қойдым, кеуіп кетпес үшін. Мінекей қамырларымызды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Барлық қамырларымызды жайып алғаннан кейін майымызды қыздырып алуымыз керек. Қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Мінекей қызып тұрған майымызға шелпектерімізді осылай майға салардың алдында қолымызбен созып тағы да жұқартып жіберіңіздер. Осылай әр бетін 3-4 секундтан пісіріп алатын боламыз. Бұл шелпектерді қызартудың қажеті жоқ, осындай ақ күйінде пісіп шығатын болады. Толықтай іші піседі, піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Әр бетін 3-4 секунд пісіріп алатын боламыз. Келесі шелпекті де дәл осылай қолымызбен созып отырып, толықтай 3-4 секундтан пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Барлық шелпектерімізді осылай аз уақытта тез-тез пісіріп алатын боламыз. Мінекей барлығын пісіріп шықтым. Өте жұмсақ және үгітіліп тұрады қамыры. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте тез дайындалады. Және осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды, комментарийларыңызды қалдыра кетіңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыз.